Сәлеметсіздер ме? Мен Сәттай Семенов атындағы орта мектебінің 8-ші А сынып білім алушысы Абылбай Жанерке. Бүгін мен ұсынатын презентацияның тақырыбы үздік экологиялық бастамалар. Неліктен бұл маңызды? Себебі қазіргі таңда экология бұл біздің болашағымыздың негізі болып табылады. Үздік экологиялық бастама дегеніміз не? Үздік экологиялық бастама бұл табиғатты қорғауға және қоршаған ортаны жақсартуға арналған жобалар және ұйымдар. Оның мақсаты ластануды азайту, табиғат ресурстарын үнемдеу және болашаққа таза орта қалдыру. Мұндай бастамаларға қоқысты сұрыптау, пластикті азайту, ағаш отырғызу және энергия көздерін үнемдеу жатады. Экологиялық бастамалар бұл адамдар экологияны таза ұстау және оған деген жауапкершілігін арттырады. Неліктен бұл маңызды? Экологиялық бастамалардың маңызы өйткені қазіргі таңда әлем нақты экологиялық дағдарыстармен соғысуда. Яғни ауаның температураның жылынуы, табиғаттың бұзылуы, су ресурстарының азаюы және де құрғақшылық пен табиғаттың апаттарының көп әкелуіне. Сондықтан экологиялық бастамалар табиғатты сақтауға және ресурстарды дұрыс пайдалануға нақты қадам. Ол болашақ ұрпаққа қауіпсіз әрі таза орта қалдырады. Экологиялық бастамалар және олардың түрлері. Экологиялық бастамалар бірінші жеке бастамалардан басталады. Яғни су ресурстарын үнемдеу, ауаны таза ұстау, ормандарды отырғызу және басқа да түрлері. Жеке бастамалар бұл қоқысты сұрыптау, пластикті азайту, энергияны үнемдеу және қоғамдық көліктерді пайдалану. Ұйымдық бастамалар мектептер мен ұйымдардың ағаш отырғызу акциялары және мектеп оқушыларының эко жобалары және эко ұйымдары болып табылады. Қоғамдық және мемлекеттік бастамалар, қалалар мен елдерде саябақтарды жаңарту, энергияны үнемдеу бағдарламалары, экологиялық заңдарды сақтау. Яғни қоғаммен берілген заңдарды сақтау, қоқыстарды сұрыптау және энергияны үнемдеу пайдалану. Зиянды факторлар. Қазіргі таңда біздің экологиямызға зиянын келтіретін факторлар көп болып табылады. Олардың бірі қоршаған орта мен қоғамға зиян келтіретін көптеген әрекеттер бар. Олардың бастысы ластану, яғни ауаның ластануы, суға және жерге түсетін қалдықтар, пластик пен улы заттар болып табылады. Ормандардың кесілуі, ағаштардың азаюы біздің экожүйемізге өте қатты зиянын келтіреді. Яғни біздің ауаның ластануы осы ағаштардың азаюынан пайда болады. Энергияны шамадан тыс пайдалану, табиғи ресурстарды көп пайдалану. Мысалы, күн, жер энергиясы барлығы шексіз энергия деп ойлайды. Бірақ оны да өз мөлшерімен қолдана білу қажет. Жануарлар мен өсімдіктердің қорғамау, биологиялық әртүрліліктің төмендеуі, яғни биоалуантүрліліктің төмендеуі, қызыл кітапқа енген жануарлардың жоғалуы және жануарлар өсімдіктердің азаюы, жауапсыздық, қалдық тастау, қоғамға санитарлық және экологиялық проблемалар тудырады. Қайта қаралуы тиіс ойлар, жою немесе өзгерту қажет идеялар. Қазіргі таңда әлемде экологияға кері әсер ететін ескірген ойлар мен жүйелер бар. Мысалы, дәстүрлі ойларды алсақ болады. Мысалы, табиғатта шексіз ресурс ретінде қарастыру, өмір пен тұтынуды бақылаусыз арттыру, экологиялық салдарды елемей, экономикалық өсуді басты мақсат ету. Қайта қаралуы тиіс көзқарастар. Болашақта адамзат жауапты өндіріс, табиғатқа зиянсыз технологиялар, жасыл инфрақұрылым және ұзақ мерзімді экологиялық тұрақтылық сияқты жаңа құндылықтарға көшуіміз керек. Яғни біз табиғаттың аяқталмас ресурстарын қолданғанша қазіргі таңда жасыл инфрақұрылымға және жаңа көзқарастарға көшуіміз қажет деп ойлаймын. Заманауи экономиялық шешімдер. Қазіргі таңда біздің экожүйемізді сақтауға көптеген шешімдер пайда болуда. Қазіргі таңда экологияны қорғау үшін инновациялық шешімдер дамып келеді. Қалаларда жасыл ғимараттар салынып, яғни осы жасыл ғимараттар біздің ауамызды таза ұстауға және экологияны жақсартуға өте қатты өзінің көмегін тигізіп келеді. Және қазіргі таңда көп елдерде қолданылуда. Смарт қалалар арқылы ауа сапасын бақылап, ресурстарды тиімді пайдаланады. Смарт қалалар қазіргі таңда және болашақта да бірнеше қалаларда қолданылып келеді. Смарт қалалар арнайы бағдарламалар арқылы қаланың ауа сапасын және ресурстарды тиімді пайдалануға көмектесіп отырады. Сонымен қатар биоыдырайтын материалдар. Қазіргі таңда пластикке қарағанда тез ыдырайтын биоыдырайтын материалдарды қолдану өте маңызды болып табылады.
мұхитты тазалайтын роботтар, вертикальді фермалар және жасанды интеллект негізінде су үнемдеу жүйелері экологияны сақтаудың жаңа жолдарын ұсынады. Қазіргі таңда бәріміз білетіндей, искусственный интеллект, яғни жасанды интеллект сұранысқа ие болып келеді. Сондықтан біз оны жақсы жақтарға қолдануымыз қажет. Бұл шешімдер табиғат пен технологияны үйлестіріп, тұрақты болашақ құруға көмектеседі. Балама шешімдер дегеніміз ол экологиялық мәселелерді азайту үшін қолданылатын шешімдер болып табылады. Дәстүрлі тәсілдердің орнына жаңа әрі тиімді ойлар қолдануымыз керек. Мысалы, бензиннің орнына электр және сутек отынын қолданатын машиналарды қолдану, қазба энергиясының орнына күн мен жел энергиясына көшу, пластиктің орнына биоыдырайтын материалдарды қолдану және олардың сұранысқа енуі. Сондай-ақ жасыл көлік, қайта өңдеу жүйелері және ресурстарды ақылды пайдалану табиғатты сақтаудың маңызы бола алады. Мектептер мен жастардың бастамалары. Қазіргі таңда бізге мектептер мен жастардың экологияны қорғауға маңызды рөл атқарады. Яғни олар экоклубтар, экожүйелер бастап біздің табиғатымызды қорғауға бізді жігерленеді деп айтсақ болады. Олар тазалық акциясын, ағаш отырғызу жобаларын, қоқысты сұрыптау бастамаларын және экологиялық клубтарды ұйымдастыра алады. Сонымен қатар жастар қазіргі таңда әлеуметтік желілерге өз ойларын жүктеп, сол арқылы басқа халықтарды, басқа адамдарды экологияны таза ұстауға жігерлендіре алады. Жаһандық экологиялық жобалар әлемде табиғатты қорғауға бағытталған ірі халықаралық экологиялық жобалар жүзеге асуда. Мысалы, климаттың өзгеруімен күрес бағдарламалары, мұхиттарды тазалау жобалары, ормандарды қалпына келтіру бастамалары және көмірқышқыл газын азайтуға арналған келісімдер. Бұл жобалар елдерді біріктіріп, ғаламдық экологиялық мәселелерді бірлесіп шешуге және болашаққа таза әрі қауіпсіз планета қалдыруға көмектеседі. Қорытынды және менің ұсыныстарым. Экология тек табиғатты қорғауға емес, жаңа ойлау жүйесін дамыту. Болашақта жастар экоклубтар ашып, экологияға арналған инновациялық жобалар жасай алады. Қалдықтан пайдалы өнімдер шығару және де жасыл технология ойлап табу, ақылды қалаларға үлес қосу. Осы секілді жаңарған ойлар біздің әлемімізге өте қатты өз көмегін көрсетеді. Мысалы, қазіргі таңда үйлерді жай краскамен бояғанша, арнайы краскамен бояған дұрыс деп ойлаймын. Мысалы, бұл краскалар күн түскен кезде өзіне көмірқышқыл газын және басқа да ауадағы зиянды газдарды өзіне жұтып алады. Осындай секілді жаңарған ойлар біздің әлемімізге эко-жобаларды дамытуға көмектеседі деп ойлаймын. Сондай-ақ экологияны шығармашылықпен байланыстыру білу ол өте маңызды. Эко-дизайн, экологиялық медиа жобалар, табиғатты қорғауға арналған мобильді қосымшалар жасау, табиғатты сақтау, бұл шектеу емес, жаңа мүмкіндіктер мен дамудың жолдары. Планетаның болашағы өз қолымызда. Экологиялық жобаларды қолдайық. Назарларыңызға рахмет.